Баршаңызға сәлем, сіздермен Алтын. Бүгін сіздермен етсіз котлеттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бар жоғы 2 ингредиенттен тұратын бұл котлетті міндетті түрде жасап көріңіздер. Кешкі асқа немесе түскі асқа дайындасаңыз болады. Бізге гречка және картоп қажет болады. Картопты жуып тазалап, суға пісіріп аламыз. Гречканы да дәл солай суға пісіріп аламыз. Барлығын төменге описанияға қалдырамын, сол жерден қарасаңыздар болады. Картопым толықтай пісті. Сәл суытып алып, картоп езгішпен езіп шығасыздар. Енді үстіне гречканы саласыздар және дәмдеуіштерді қосасыздар. Мен тұз, қара бұрыш, кішкене ас көк қосқан болатынмын. Ең соңында жұмыртқаны қосып, қасықпен немесе қолмен жақсылап араластырып аламыз. Қолыңызға кішкене бөлігін алып, котлет жасайтын боламыз. Қолыңызға су немесе май жағудың керегі жоқ, бұл қолға жабыспайды. Енді дайын котлетімізді панировочный сухариге аунатамыз. Жан-жағын, екі жағын барлығын аунатып аламыз. Егер сізде панировочный сухари болмаса, ұн қолдансаңыз да болады. Біздің котлеттеріміз тез пісетін болғандықтан осылай жасап дайындап аламыз. Табаға майымызды құйып, видеодағыдай екі жағын қызартып пісіріп алатын боламыз. Котлеттің құрамы піскен заттардан болғандықтан майға көп ұстаудың қажеті жоқ. Өте оңай жасалынады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кеттіңіздер.